Сәлем достар, микрофонда мен Ілияс Байсейіт, бұл информатика каналы. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз 7-ші сынып Excel Алматы кітап 3-4 деректердің типтері. Яғни бізде Excelде, яғни қандай деректерді біз енгізе аламыз. Яғни біз өткен сабақта, егер естеріңізде болса, біз Excelге 3 түрлі мән бере алатынбыз. Яғни біріншісі сан, екіншісі мәтін, және үшіншісі формула болатын. Яғни бізде енгізуге болатын деректер бізде сан болуы мүмкін, болмаса әріп болуы мүмкін, болмаса сөз, мәтін, болмаса формула болуы мүмкін. Мысалға, мынаны көбейтеміз 2-ге деген сияқты, бұл уже бізде формула. Ал формула әдеттегідей бізде тең белгісінен басталады, яғни одан кейін біз өзіміздің қалаған формуламызды жаза береміз. Және де бізде автотолтыру, яғни бізде қатты тоқталатын нәрсеміз автотолтыру. Және автотолтырудың 3 жағдайда қолданылуы дейді. Ең біріншісі, баған немесе қатарлардың ұяшықтары бірдей мәліметтермен толтыру дейді. Мысалы 500-500-500. Яғни ол үшін ол жағдай өте қиын емес. Негізі мына жағдайда мен белгілеп, жай ғана delete кнопкасымен бірдей өшіріп тастадым. Яғни сіздерде осындай жағдай болатын болса, біртіндеп өшіргеннен гөрі backspace-пен лучше барлығын белгілеп, delete батырмасын бассаңыздар өте оңай болады. Так, оны кеттік былай. 500-ді біз автотолтыруымыз. Яғни 500 дегенді, егерде осындай бірдей дерек болатын болса, әрдайым әр ұяшыққа біз 500 жазу бізге тиімсіз. Сол себепте біз сол ұяшықтың, яғни бұрышына, астына бұрышына қара нүкте шығады, қара плюсик шығады. Содан біз астыға тартсақ, астыға қарай ол тартылады. Ал егерде біз сол жерге басып, мысалға оңға қарай тартатын болсақ, бізде ол оң жаққа қарай бізде созылады. Яғни барлығы ұяшықтардың мәні 500-ге тең болады. Бұл бізде бірінші жағдайы. Келесі, екінші жағдай ол бізде бағандар мен ұяшықтарды белгілі бір интервал санымен толтыруда қолданылады. Мысалы, тақ сандарда ұяшықтарды қолдану, яғни тақ сандар болғанда былайынан. Ол жерде интервал дегеніміз аралық. Яғни аралық болу үшін кем дегенде 2 айнымалы беру керек, болмаса 2 дерек болу керек салыстыру үшін. Мысалға, 1 мен 3 болса, яғни бізде осының арасында интервал бізде 2. Яғни осыдан интервалдан ары қарай жылжыту үшін міндетті түрде мен мышканың сол жақ батырмасымен белгілеп алып, және соңғы біздегі адрестің астына барамында қара плюс шыққанша, оңға қажет болса оңға қарай мен созамын. Сол кезде менде белгілі бір интервалмен, яғни 1, 3, 5, 7 деген сияқты 2 интервалмен шықты. Ал егерде бірде мысалға 5 болатын болса, бізде арасында 4 интервал бар. Ол значит, арасы 4 интервалмен бізде өсіп отырады. Және бұл бізде қазір горизонтальный бағытта кетіп жатқан болса, көлден бағытта, бізде оны тігінен де жасауға болады. Оғана қарапайым мысалға былайына 3 дейтін болсақ, астына қарай белгілеп аламыз. Және астына қарай созатын болсақ, тура сондай бізде орындалады. Так, бізде бұл мысал кетті. Келесі мысал, қатар тұрған ұяшықтарда бірдей формула көмегімен автоматты түрде жүргізуде автотолтыру қолданылады. Белгілі бір есептеуді, ол деген былайынан. Яғни бізде бір мысалға 2 болсын қазір. Егерде осы жағдайда барлығынан бірдей формула қолданылатын болса деген былайынан. Мысалға, Б ұяшығы бізде 1-ге тең, С ұяшығы 2-ге тең болсын, олардың барлығы жұп сандар болсын, мысалға, арасы 2 саннан. Так, енді Д ұяшығы осы екеуінің қосындысына мысалға тең болсын. Тең дейміз, яғни 3 болды. Яғни мен астыға қарай тартатын болсам, ол бізде автоматты түрде барлығы автотолтырумен болып кетеді. Және біз бұл жерде сілтеме, яғни салыстырмалы. Оның салыстырмалы екенін біз мына жерде үстіне 2 рет шерту арқылы біз білеміз, что мына жерде олар 2 санды алып отыр, ал мына жағдайда тоже 2 санды алып отыр, мына жағдайда тоже 2 санды алып отыр. Ал абсолютті сілтеме ол бізде 8-ші сыныпта өтіледі. Тағы да бізде автотолтырудың түрі бар, ол бізде айларды толтыру. Айларды толтыру мысалға январь деп алатын болсақ, мысалға себебі менде ол қазір интерфейс орысша тұр, қазақша болатын болса, қаңтар дейтін болсақ, бізде автоматты түрде март, апрель сияқты бізде оң жаққа қарай, болмаса астыға қарай толтырыла береді. Так, астыға қарай басам, тоже январь, апрель, июль кете береді. Тағы да бір автотолтырудың тағы да 4-ші бір түрі бар. Ол кезде уже формула арқылы. Яғни ол бізде былай болады, тең болады, случайное число между дейміз да. И осы жерде айтамыз біз, яғни бірінші қай саннан қай санға дейін екен. Бірінші сан болсын, мысалға
1 мен мысалға айтайық 1-9 деген сан аралығындағы сандар болсын. Мысалға осы 2 болды. Енді мен асты қарай тартатын болсам, астыда менде яғни 2 мен 9-ның аралығындағы кездейсоқ сандардың барлығы бізде шығып отыр. Яғни тағы да бір авто толтырудың 4-ші түрі бізде рандомны толтыру болады. Яғни бізде случайно числолар бізде кездейсоқ сандардың аралықтарындағы бір сандар. Так, осы тапсырманы қорыта келе біз практикалық тапсырма орындайық. Ол бізде практикалық тапсырма 7-ші Алматы кітабындағы қазақша жыл санау. Бізде номер дегендер бізде яғни бірінші қатары бізде столбец номер қазақша жыл аттарына сәйкес келетін жылдар, яғни 1900-ден басталады. И өте оңай негіз, в принципе, оны орындау. Бұл қазір маған бар болғаны 2 минутта жеткілікті деп айтсам болады. Значит, бірінші қатарда менде номер деген тұр. Так, номер деген менде қазақша шрифтқа ауыстырылайын. Номер менде қазақша номер, ол бізде сұрақ белгіде тұр шрифттің қасында. Және одан кейін қазақша жыл санау. Егер де сіздерде осылай болып кетсе, сіздер көңілдерін түсірмеңіздер, және в принципе бізге жай ғана бірінші тақырыптағыдай перенос текстті үшін көмектеседі болды. Болды, жай ғана осы бізде қазақша жыл санау болды. Кейін келесі нәрсе бізде не? Жыл саны. Так, мынаны көшіріп алайын. Егер көшірілсе, көшірілмесе қайдан жазып шығуға тура келеді. Так, Ctrl-C и және Ctrl-V. Және бұны айтады, бізде ыстық пернелер деп аталады. Так, енді номер 1 деп толтырамын. 1, 2. И осыны авто толтырумен мен қазір толтырып шығамын. Бізде 12 жалпы жыл мезгілі, яғни жылдар бар. Тышқан жыл деген сияқты жыл санағы бар. Так, 1, 2, 3, 4, 5 и 12 шейін. Одан кейін менде тышқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу. Так, жылан, жылқы, қой, доңыздан, мышқанын олайынан істеп болсам, болады екен. Мына жаққа қой болсам, в принципе, болады. Так, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, мешін деген что маймыл жылы. Так, тауық, ит және доңыз. Так, енді аламын, мен сондағысы бар болғаны 1900 деймді, және 1901 дейм. Мына жерге маған сондағысы тағы да бір дерек керек. 1912 и мына жерде 1913 болды. Енді мен мына жерден аламда, яғни осы жерден ары қарай мен созып аламын. Так, бірінші кетті, 2008-ге шейін апарамын. Мына 2008-ге шейін апардым. Мынаны аламда мен енді мынаны тоже мен нәқайшын созып аламын. Яғни 2009 үшін. Енді маған бар болғаны мына деректердің көмегімен мен асты қарай тартып аламын. Мына екеуінің көмегімен асты қарай тоже тартып аламын. И мынаны барлығын аламда осы жерден осылайынан тартып шықсам болды. Бар болғаны осы. Бізде барлығында бірдей интервал бәрінде пайдаланылды. Енді мен бұны қазір менде жай ғана жыл аттарынан сәйкес келетін жылдар деген ұйқаспай қалды. Мен осыны мына жерге біріктірем. Ол біріктіру үшін менде объединить и поместить центры деген бар. И осының барлығын мен неге берсем болды? Жай ғана мен енді бұлардың барлығын кесте қылсам болды. Все границы деймін. Болды. Мына жердің бірінші қатарын бой саламын бір какой-то бір цветке. Болды. Яғни біздегі бар болғаны осы тапсырма біздегі осы. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге алдарыңызда болған информатика каналы. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.